Баршаңызға сәлем. Қалай жұмыс жасағың келмесе де берілген тапсырманы орындау керек, жұмысты жасау керек. Сол жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Бұл тақырыпты кеңінен ашып беру үшін психологтардың жүргізген экспериментін айтып өткім келіп отыр. Кейза университетінің психологтары студенттерге курстық жұмыстың жазу уақытысын өз еріктеріне береді. Яғни әр студент өздері таңдайды, қай уақытта курстық жұмысты тапсыра алады. Бір күннен кейін, бір апта, 2 ай, 3 ай дегендей. Сонда курстық жұмысты ерте тапсырған студенттер жұмысының сапасы жоғары, стресстік деңгейі өте төмен екені анықталған, ал ұзақ мерзімді таңдаған студенттердің жұмысының сапасы да төмен, стресстік деңгейі өте жоғары екені анықталып отыр. Сонда бұл жерде қарайтын болсақ, прокрастинация тек жұмыстың өнімділігі емес, сонымен қоса адамның денсаулығына да көп әсерін тигізеді екен. Стресстік жағдайға көп берілетін адамның жүрек тамыр аурулары көп кездесетіні осы жерде анықталып отыр. Электронды почтаны ашып, ондағы хаттарды тексеріп, ол хаттарға жауап беріп, әлеуметтік желілерді ашып, бір қандай жаңалықтар болып жатыр екен дейтіндей ноутбуктағы уведомление хабарламаларын бәрін ашып, шай ішіп алып, басқа бір майда тірліктерді жасап, сол күрделі алдымызда берілген жұмысты жасай алмай айналшықтап жүріп жатамыз. Таныс жағдай ғой, құрметті оқырмандар. Бастаған істі соңына дейін жеткізбеу немесе бастай алмау, ұзақ уақыт сол іс-әрекеттің айналасында жүруді прокрастинация дейді. Прокрастинация ақтаулармен азықтанады екен, сондықтан осы кезден бастап, бүгінгі күннен бастап прокрастинацияға жолықпаймын дейтін болсаңыз, ақталуларды барынша азайту керек, шектеу керек және жою керек. Бірінші ақталу, мен неден бастарымды білмеймін. Яғни адамды қорқыныш билейді. Енді мынандай мысал келтіргім келіп отыр. Айдалада, жапандалада машинаның көлігімен келе жатсаңыз, фарына алдыңыздан бір жануар шығады. Яғни машинаның фарына ол қатып қалып жатады, қимылдай алмай жатады. Сол сияқты прокрастинацияда осы. Қимылдамай тұрса, ол немен қауіпті? Оны аңшылар атып өлтіреді, ұстап алады, немесе соғып кетеді. Сондықтан ең бірінші жұмысы ол жануардың, аңның қалайда сол жерден қашып кету. Осы жерде де прокрастинация жұмыста да осылай барынша қорқыныш билеп бір орында қатып қалудың қажеті жоқ, яғни іс-әрекетке көшу керек. Егер ол берілген тапсырма жұмыс өте күрделі болатын болса, сіз уақытты созу арқылы сапасына кері әсерін тигізіп отырасыз және қорқыныш адамды билей береді, стресстік жағдай көбейе береді. Келесі ақталу, жұмысқа қараймыз да, ой, бұл өте оңай. Оны деген мен бір күн отырсам жасап тастаймын, алдымда бір апта уақытым бар, оған қарамасам да болады, қажеті жоқ дегендей осындай ақталу. Бұл да жұмыстың сапасына прокрастинацияға алып келетін қысқа жол деп айтуға болады. Сондықтан шынымен де ол соншалықты оңай жұмыс па? Соншалықты сіз тез жасай алатын жұмыс па? Оңай деп бір қараған кезде оңай көрініп, шын мәнінде отырған кезде ол күрделі болып кетіп, сіз бір күн, 2 күн ұйықтамасаңыз да орындай алмайтын жұмыс болып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл да прокрастинацияның ақталуы болып табылады. Оңай деп қараған жұмысымыз күрделі болып қалуы мүмкін. Сондықтан бір апта уақытыңыз бар болса, бүгіннен бастап жасау маңызды. Маған бұны жасау ұнамайды, жек көремін, ұнатпаймын. Бірақ барлық адам, барлық жұмысты сүйіп жасай бермейді. Ең негізгі қағида осы. Жұмыстың ұнайтын жерлері болады, ұнамайтын жерлері болады. Бірақ ұнамайтын жұмыстың сапаға маңыздылығы, ол сол мекемеге маңыздылығы, сіздің өзіңіздің болмысыңызға маңыздылығына назар аударғаныңыз жөн. Ұнамайды екен деп ештеңе жасамай жүруге болмайды. Ұнамаса да жасау қажет, маңызды деген шаралар болады. Бұл да прокрастинацияның ақталуы болып табылады. Оған да алданбау өте маңызды. Менің қазір жұмысым көп. Бұл да ақталу. Шын мәнінде өзіңізге мән беріп, өзіңізге есеп беріп, талдау жасап қарасаңыз, шынымен де сіздің жұмысыңыз көп па, немесе бұл ИБД ма? Имитация бурной деятельности. Яғни, как бы жұмысым көп жасап жатырмын деген мағынаны білдіреді ма? Шын мәнінде жұмысыңыз көп па?
күрделі, маңызды ма, анализ жасап қарауларыңызды ұсынамын. Егер толыққанды өзімізге кері байланыс, рефлексия жүргізіп анализ жасаған кезде адамда ондай көп жұмыс жоқ, прям бітпей жатқан жұмысы, сан алуан жұмысы жоқ екені анықталып жатады. Яғни адамның миы қалайда бізді қорғап қалу үшін, мидың функциясы адамды лишний раз жұмыс жасатпау, қорғап қалу үшін осындай ақталуды алдымызға тартып беріп жатады. Жасай алатыныма күмәнім бар, өзіме сенімсізбін. Егер сіз бастамасаңыз, оны жасамасаңыз, оны жасап көрмесеңіз, сенімділігіңіз еш уақытта артпайды. Және сіз өзіңізді тексере алмайсыз, бақылай алмайсыз. Шынымен мен жасай аламын ба, шынымен жасай алмайым ба? Сіз жасамай тұрып, мен бұны жасай алатыныма күмәнім бар дейтін болсаңыз, онда қай уақытта бастайсыз деген сөз ойланарлық жағдай. Бұл жолдарына берілетін бірнеше лайфхактар. Күрделі көрінген жұмысты бірнеше бөлікке бөліп, майдалап, жіліктеп, бөліп жасасаңыздар, ол сіздерге жеңіл болады. Егер сізге берілген тапсырма ұнамайтын болса, оны ойынға айналдыру. Яғни тапсырма сізге қызық емес, бірақ адамға ойын всегда қызық болады. Яғни өз-өзіңізге спор қойып, қанша уақытта мен осыны бітіре аламын, шынымен мен өзімнің ойлағаннан да артық жасай аламын ба дегендей жұмыстың бәрін ойынға айналдырып жасауға да ұсыныс беріледі. Кез келген адамға, мейлі бала болсын, мейлі ересек болсын, ойын ұнайды. Глобалды түрде ойлау. Яғни сіздің осындай сізге берілген тапсырма қаншалықты басқа адамдарға әсерін тигізеді, сіздің отбасыңызға қандай әсерін тигізеді. Яғни сіздің жақсы проектті жасап шықсаңыз, отбасыңыз материалды тұрғыда қамтамасыз етіледі, сіздің самооценкаңыз көтеріледі, сіздің мекемеңіз қандай да бір табысқа кеңеледі, бір выгодасын табады. Яғни сол сізге берілген тапсырма арқылы, сіздің жасайтын іс-әрекетіңіз арқылы қандай айналадағы адамдарға әсер ете аласыз, сол жөнінде глобалды түрде ойлау ұсынылады. Сосын басынан болады ғой, оны жасай алмаймын, бәрібір де ол нашар қылып тапсырамын, сәтсіздікке өзін бұрып отырады. Ең адамды ой түзейді деп әр жерде айтылып жатыр ғой қазір. Яғни сіздің ойыңыз түзу болу керек, позитивті болу керек. Маған берілген тапсырманы мен 100% орындап шыға аламын, соның керемет нәтижесін көре аламын, одан жақсы алғыс ести аламын дейтіндей адам өзін соған настраивать етеді. Көбінде мен енді осылай кездесіп жатамын, әйтеуір тапсырсам болды, жасай аламын ба, жасай алмаймын ба, ол бәрібір де жақсы шықпайды, мен білемін дегендей, ондай дүниенің қажеті жоқ. Пайдасы тимесе де зияны енді точно тимейді. Адам жақсы ойлау керек. Ендеше прокрастинация туралы сіздерге бүгін берілген видео осы. Ұнаса лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.